Ассаламағалейкум, мұсылмандар. Амансыздар ма? Алла тағала қызы бар үйге періштені жаудырып тұрады дейді екен. Мынау әсілінде қыз баланы Алла береді деген рас сөз дейді. Қыз баршылық жерде гүлзарың, жоқшылықта жәрдемшің, ауырғанда күтушің дейді екен. Шернияз ақын айтқан екен: жолдың тайғақ болғанын мұздан көрдім, еттің ащы болғанын тұздан көрдім. Жас күнімде қыз ғой деп менсінбеп ем, қартайғанда рахатты қыздан көрдім деген екен. Қызы бар үйлер, қуаныңыздар. Себебі Алла қалағанына ұл береді, қалағанына қыз береді. Ал қаламағанына екеуін де бермейді екен. Біреуге Алла сынақ үшін дейді, біреуге жаза үшін дейді. Сынақ үшін деп қабылдайық. Қыз түгілі қызыл жіпке зарлар бар деуші еді. 6 қыздың анасымын, мың шүкір. Баршаңызға балалы болуды бұйырсын.